Баршаңызға сәлем достар. Пиццаны табада үй жағдайында жұмыртқа қаймақ қоспай дәмді әрі тез дайындалатын рецептпен бөлісетін боламын. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға үккіштен өткізілген ұнымызды салып, ортасын жақсылап ашып аламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы жылы суымызды ортасына құйып, 1 шай қасық ашытқымызды саламыз. Ашытқы балғын болу керек, яғни свежий болу керек. Кейін 1 шай қасық қантымызды салып, қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, жарты шай қасық тұзды салып, тұзы ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін қамырымызды илейміз. Қамыр міндетті түрде жұмсақ болу керек. Міне осындай жұмсақ қамыр шығады. Қамырды 30 минутқа пакетке немесе пищевой пленкаға орап қойып қоямыз. Міне қамырымыз дайын болды. Бұл менде 2 пиццаға арналған қамыр болатын. Сондықтан 2 бөлікке бөліп, сұйық майымызды жақсылап жағып, тағы да 20 минутқа пакетке немесе пищевой пленкаға видеода көрсетілгендей орап қоямыз. Егер қамыр бір-біріне жабысып қалмасын десеңіздер, осылай қасықпен арасын бөліп қойсаңыздар болады. Міне достар, қамырымыз дайын болды. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қатты күш салмаңыздар жаятын кезде, жай осылай қолдарыңызбен пішін бере отырып жайсаңыздар да болады. Немесе осылай оқтаумен жайсаңыздар да болады. Қамырдың көлемі ол сіздердің табаларыңызға байланысты. Мендегі таба 30 сантиметр, бірақ тым жұқа жайып қоймаңыздар. Енді табамызды орташа отқа қойып, сұйық майымызды құйып, жақсылап жағып, қыздырып аламыз. Қызып тұрған табамызға қамырымызды жақсылап жайып, бетін 3 минутқа жауамыз. Енді екінші бетіне аударып, табамызға саламыз. Одан кейін салмасын саламыз. Негізі салмасын сіздер өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Мен майонез кетчупты екеуін араластырдым. Сіздерге қалай ұнайды, солай жасасаңыздар болады. Кейбіреулер тек кетчупты аралап қойғанды ұнатады. Одан кейін мен ірімшікті салдым. Сосын колбасаны, жұқа қылып туралған қызанақты қоямыз. Бұл пицца өте тез әрі өте дәмді болып шығады. Сондықтан жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Одан кейін табаны қайта газге қойып, орташа отта 5-10 минутқа пісіріп аламыз. Бұл негізі сіздердің табаларыңызға да байланысты. Өйткені біз жаңа бірінші бетін пісіріп алдық қой, қызартып дегенде. Бұл менде 10 минутқа жетпей 8 минутта пісті. Бұл пицца өзіме қатты ұнады, тез әрі өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Ақерке. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, лайк басып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар.